Хей, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге менің Кар, әдемі, Жаннық, Еркежан. Біз бүгін Blackpink тобының Idol Rose'ның сол әніне реакция жасайтын боламыз. Ал өзі кеттік. Басында мен музыкаға келгенде әуені ұнады маған, әуені. Спокойный, әуені қатты тез емес. Махаббат туралы. Жалғыздық. Сөздерін айтатын кезде специально мелодия қосылған, әртүрлі локацияларда сөйлеген. Көп локация екен. Ауысу бұдрасында. Сосын, эмоциясы ұнады. Өзі жалғыздықта отырып Ашулағаны, барлығы жақсы келіпті. Жақсы келтірді, шығарды. Kinda said that you always been like that. See me making waves and you don't like that. Driving through your puddles going splish splash. I would've gave it all for you and there for you. So tell me where I'm. Would've gave it all for you and care for you. But where all my lies go. All my lies gone. Now you're dead and gone. Now you're all my lies gone. Now you're dead and gone. Now you're dead and all my lies gone. Now you're dead and gone. Now you're жерінде Blackpink'тің Love to Hate Me деген әні бар. Сондағы Розаның өзінің бастайтын партиясы қосылған, және де тағы да бір әндер бар, бірақ оның клипі жоқ. Содан алынған өзінің партияларын қосып айтқан, және де түрлі мелодиялар барлығы қосылған, өздерінің реакциясын, эмоцияларын барлығын жақсы көрсетіп әртүрлі жерде. Мұнда немеде айтқан кезде қайырмасы, сол жүйе қайталанады екен. Бірақ ол маған қатты ұнамайды, себебі чуть енді ішіп пыстап жүреді. Әннің атын айтып тұр. now you're dead and gone. Now you're ең соңғысы бір сеттірмен етті ғой. Не керек деп ол деп па? Маған бұлай, в принципе, бұлай қараған кезде жалпы маған клип и
әнім қатты 100% ұнады деп айта алмаймын. Мен клипі әнінен қарағанда біраз күштірек болды. Ал әні қатты ұнады деп айта алмаймын. Клип біраз іш пыстырады. Маған ұнамады. Вообще нөл деші. Маған вообще мен... Я клипында еще біраз чуть-чуть бір ашықты деп айта алмаймын, өйткені біз көрдік там эмоциясын, и жалғыз всегда. Вот соны ғана көрдік, и тағы немене оның әнде не айтқысы келгенін, там білмеймін, оны айта алды деп айта алмаймын өзім. Ешқандай ерекшелік байқаған жоқ. Жалпы Роза ұнайды маған, бірақ мынаны өте, мен үшін нашар. Я осы әнмен дебютировать етіп жатыр ғой. И мне кажется, мына әнмен дебютировать етпей қоюы керек еді деп ойлаймын. Маған негізі өлең. Жоқ, сонша ұзақ күттік та осы соласын. Результат қызық жаңағы. Негізі маған әннің өзі ұнады, маған клип енді аса қатты ұнаған жоқ, андай әртүрлі локация түсіргендер, суреттері, мысалға өзінің көрсетіп, қалай қимылдаған бәрі аса қатты ұнамады, бірақ өзінің айтқан дауысы, тембрі барлығы маған ұнады. Дауысы вот келіп тұр, дауысы айтты алады, жақсы. Дауысы әнге келіп тұр, бұлай, жүзден, неше? Жүзден 60. Мен 50 қоямын. 50% маған ұнады. Мен 70 деймін айта. Маған 60 ұнады. 60%. Маған 30. Вот, достар, біздің Розаге деген реакциямыз осындай болды. Комментарийға жазып кеттіңіздер, сіздерге осы солосы қалай болды, ұнады ма, или бізге сияқты ұнамады ма. Вот, осылай. Сіздермен болған біз 4 қыз деп. Келесі кездескенше, келесі видеоға. Келесі жолы тағы да басқа видеоға реакция жасап кетіп аламыз. Күтіңіздер. Сау болыңыздар.